Қадірлі күн достар, біз бүгін балаларға арналған комплект жасайтын боламыз. Түйреуіш және браслетімен қазір жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Түйреуіш жасау үшін бізге леска керек, көзмоншақ керек, және де агат моншағы. Көк түсін таңдаған себебіміз ұл балаға жасаймыз. Және де түйреуіш керек, разделитель керек, сосын салпыншақтар, сосын не керек, әріптер, бекітіп тұру үшін колечкалар керек, қайшы, круглогубцы керек. Түйреуіш жасауға кірісеміз. Лескамызды аламыз. Түйреуішімізді жасау үшін өзімізге керек мөлшерде құйып аламыз. Және де атымызды жазып аламыз, есімімізді жазып алдық, тісіп. Енді лескамызды аламыз, көзмоншағымызды өткіземіз, және де разделителіміздің біреуін өткіземіз, агат моншағын өткіземіз. Енді мына жақтан бастап әріптерді өткіземіз. Әріптерімізді өткізіп шықтық. Көзмоншағымызды өткіземіз. Және разделителімізді өткіземіз. Агат моншағымызды өткіземіз. Осылай дізіп алдық. Енді түйреуішімізге тағамыз. Лескамызды түйреуішімізге байлаймыз. Бірінші мынандай бекіткіш темір моншағымызды өткізіп аламыз. Одан кейін барып түйреуішке өткіземіз. Одан кейін темір моншағымызға өткіземіз. Лескамызды жақындатып барып бекітеміз. Артық жібімізді кесіп тастаймыз. Келесі жағын да солай байлаймыз. Темір моншағымызды өткіземіз. Разделителімізден өткіземіз. Түйреуіштен темір моншағымызды өткіземіз. Және де артық жібін қиып тастаймыз. Түйреуішімізге салпыншақтарымызды тағамыз. Ол үшін колечкамызды аламыз. Түйреуішіміз дайын болсын. Браслетімізді жасау үшін бізге қажет заттар шапочка, разделитель, әріптер керек, және де агат моншағы, леска, қайшы керек. Браслетімізді бастауға кірісейік. Браслетімізді жасау үшін алдымен лескамызды аламыз, моншағымызды өткіземіз. Моншағымызды өткізіп болдық. Енді келесі жағын қиып аламыз. Енді
разделительдерімізді өткіземіз және моншағымызды өткіземіз. Бес жағына да солай жасаймыз. Әріптерімізді тізіп аламыз. Әріптерімізді тізіп алдық. Енді шапочкамызды өткіземіз. Сосын әріптерімізді өткіземіз. Енді шапочкамызды өткіземіз. Енді байлаймыз. Артық жібін қиып тастаймыз. Әлбемет деген брусет пайда болды. Менің каналыма тіркеліңіздер және де лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар.